Үшінші тарау. Тоғырылқан мен Жамұқа ұрыстан соң айға жуық уақыт өтсе де жасағын әкетпеді. Меркіттердің әйелдерін, балаларын және мал-мүлкін түгел үлесіп алып, енді істер жұмыстары қалмағанымен жасақтарын әкетердей рай байқатпады. Бастапта бұл екеуінің мына қылығына таңданыс танытқан Темучин тәптіштеп ойлай келе, ұрыс жүргізгендердің салты осылай болса керек деген ойға ауысты. Біреу алдымен жөнелсе, ішіне арамзалық бүккен, екіншісінің қуа соққылау мүмкін ғой. Бір-біріне шүбәланып отырған екі жақ өзін қауіптен сақтау үшін әдейі осылай істеді. Темучин бұл екеуінің осынау қимылдарынан бірсыпыра сыр аңғарып қалды. Тоғырылқан мен Жамұқа қуаныш-жұбанышты бір-біріне сенбейді екен. Тоғырылқанның жасағаттандыруы Ясукайдың тұңғыш ұлына әкелік қамқорлығы, оның өз алдына жалау көтеру үшін емесін Темучин енді анық түсінді. Темучин меркіттерге шабуыл жасау үшін қару-жарақ сұрай барғанда Тоғырылқанның жасағаттандырмақ бола қалуы меркіттерге соқтығудың әдемі сылтауы табылғандығынан еді. Оның меркіттерді жою сәтін күткеніне ұзақ болған, бірақ белбасар сылтау таба алмай жүрген болатын. Ол меркіттердің жоқшылық жұтатқан Темучин ауылына шабуыл жасауы, бөртені тартып әкетуі тектелуге тиісті заңсыз әрекет. Бөртені Ясукайдың ұлына қайтарып әкеліп берудің өзі мүлде орынды іс емес деп санады. Тоғырылқанның өзі жасағаттандырғанда Жамұқаны да бірге аттануға шақырудағы мақсаты қосын күшін молайту еді. Енді бір жағынан бұл қимылға Темучин мен рулас Жамұқа араласса, өзімнің әрекетім тіпті де орынды болады деп тұжырымдаған болатын. Өз жағдайын есепке алған Жамұқа Тоғырылқанның ұсынысына екі ауыз сөзбен жауап қайырып қосылған еді. Темучин әйелін ғана қайтарып алды, ал Тоғырылқан мен Жамұқа бір тайпаның мол байлығын тең бөлісіп иемденіп кетті. Темучин Тоғырылқан мен Жамұқа екеуінің біреуіне қол артқаным тиімді болар ма екен деп ойлады. Өз ауылындағы адамдардың қатарын молайтудың осыдан тәуір амалы табылмайтындай сезілді. Сонымен ол Жамұқаға сүйенуді жөн санады. Дәйшығыттардың тепкісінен құтылу үшін өз руынан шыққан Жамұқаның қарауына өту үйлесімді сияқты білінді. Әкесі Ясукай дәуремдеп тұрған кезден бері әуелде меркіттерге ілесіп, кейінгіле дәйшығыттарға қосылып, соңында Жамұқаның қарауын өткен адамдар аз емес еді. Бұл жақта өзіне тілектестік білдіретіндер көп сияқты көрінді. Осыдан соң Темучин Тоғырылқан мен Жамұқадан бойын аулақтап, екеуінің жасақтарын ертерек әкету жөнінде ұсыныс жасады. Темучин Жамұқаға қосылып, Онон өзенінің жағалауындағы Хорконок Жобыр деген жерге шегінді. Тоғырылқан Бұрхан Халдунның арғы бетінде жатқан Тола өзенінің жағасындағы Хари Шоғуй деген жердегі мекеніне қайтты. Жол жөнекей аулап, жасағын баяу жылжытты. Темучин мен бөрте Онон және Кереулин өзенінің көмейіндегі Бұрхан Халдун тауының орта тұсындағы мекеніне қайтты. Бұлар екі балалы болып көшті. Оның бірі Жошы, енді біреуі Бұлғын Малақайлы, бұғының терісінен етік киген 5 жастар шамасындағы Күшүй есімді сүйкімді меркіт баласы еді. Темучин оны шешесі ұлының алдына апарды. Бұл күнде 5 баласы шетінен ержеткен, ең кішісі Тимулин де 19 жасқа шыққан ұлын Темучин өзін арнап әкелген баланы көргенде қатты қуанды. Меркіт еркектері түгел қырылып кеткендіктен меркіттердің таза қаны осы Күшүйдің денесінен ғана табылатын. Осы жағынан алғанда Күшүй асылдың асыл есептеді. Көп өтпей Темучин ауылын Бұрхан Халдунның орта шеніндегі қонысынан Жамұқа мекенінің маңындағы Хорконок Жобырға көшірді. Осында көшіп келгеннен кейін Темучин мен Жамұқа дос болып кетті. Достық құру салты Хорконок Жобырдың жалама жартастары маңында қалың ағаш беткейде өткізілді. Темучин меркіттерге қарсы соғыс барысында жау қолбасынан түсірген алтын белбеуін Жамұқаға тартып етіп, мал-мүлік үлескенде өзіне тиген асау тор атты мінгізді. Жамұқадан меркіт басшыларынан олжаға түсірген алтын белбеуін Темучинге тартып, қамыс құлақ боз атты Темучинге мінгізді. Осыдан соң екеуі бірін-бірі дос деп дауыстай шақырысты. Мұнан кейін ру бойынша өткізілген ойын-сауықтың ортасына дейін созылып, күй шертіліп, ән шырқалды. Әке шешесінен туыс туғандарынан айырылған меркіт балалары өздерін ұрыс алаңынан алып келген адамдардың алдарында би биледі. Темучин Жамұқамен қатар отырса да, осынау достық байланысты төтенше қастерлі нәрсе санай қоймады. Ар жағында пайдаланатын кезде Жамұқаны пайдаланамын, пайдаланбайтын кезде береке бұзылған шақта тозығы жеткен етікше тастай саламын деген ой жатты.
Үнемі көңілі жүретін Жамұқаның жылы жүзінен күндіз ешқандай өзгеріс байқалмағанымен, ай сәулесі бір жақ бетіне түскенде сол беті Темучинге бір түрлі сүйкімсіз көрініп, ар жағында жан түршіктірерлік зәр бүгілгендей біліне берді. Дегенмен Жамұқамен достығы жақындығы Темучинге аса тиімді болды. Малының бағымына, қырқымына, қауырт өсуіне қолайлық туды. Оны былай қойғанда, бір жүгін руының бұрынғы мүшелері біртіндеп төңірегіне топтала бастады. Бұл күтпеген жақсылық еді. Күніне әлденеше түтін, кейде ондаған түтін ауылының жанына көшіп келеді. Бұл уақиға ертерек туылған болса, Дәйшығұттарды шамырқандырған, тіпті өзінің досы Жамұқаның да райын аңғартқан болар еді. Дәйшығұттардың басшысы Тарғұтай Темучиннің арт жағында Жамұқа билік жүргізіп отырғандықтан ұшқарлықпен шабуыл жасай алмады. Жамұқаның тайпасында да Темучинді қолдаушылар көбейе түсті. Көрші отырған Жамұқа мен Темучиннің әдіс-амалы мүлде ұқсамас еді. Жамұқа түскен олжаны теңіл өстірсе, Темучин оны әлденешеге бөліп әркімнің еңбегіне қарай үлестірді. Еңбегі сіңгендер көп олжалып отырды. Жамұқаның тайпасында жалқаулар көп олжалып, іскерлік есесі кетті. Осы себепті Жамұқаға қарасты адамдар Темучиннің қасына көшіп келе бастады. Жамұқа бұл жайттерден бейхабар емес еді. Дос болғандарына 1,5 жыл уақыт өткеннен соңғы бір күні ол Темучинді бірге аңға шығуға шақырды. Темучин бұл мезгіл аң аулайтын мезгіл еместігін білетін. Оның үстіне жуықтағы күндерден бері Жамұқа тайпасында туылып жатқан оқиғалардан да хабарлы болатын. Ол болыс туралы Хасар, Белгідей, Буыршы, Зелмелермен ақылдасты. Сонан соң төртеуі де аңға шығу ұсынысын қабылдаудың қажеті жоқ деп есептеді. Басқа жұмыстар жөнінде түрлі сөздер айтып, Жамұқаның ыңғайына қарайық, басы қатып жүрген шаруалары болса көмектесейік десті. Темучин ұлын мен Бөртені алдына шақырып кеңес сұрады. Ұлын Темучиннің сөздерін естіп болып, енді сөйлеуге оқтала бергенде Бөрте өз пікірін айтып салды. Ауылды бүгін таңертең көшіруіміз керек, ертең таңертеңге қалсақ кешуіміз мүмкін, деді ол кесете. Темучин үндемеді, басқалар да тіл қатпады. Төтіні тік ұшып, тілегеннің бәрі табылып тұрған қотты шаңырақты жығу, азап тозап шеге жүріп, әренгірге көмген шөбі шүйген, суы мол жерден көшу оңай шаруа емес еді. Тоңғай қойда отырған Темучинге тесіле қараған Бөрте, жүкті болып қалыппын, деді. Бөртенің жүкті болғанын Темучин сонда білді. Жүкті болғанымды біліп отырсын ғой, екінші баламызға да қонақ деген ат қоймақшысың бәлде, деді Бөрте. Бөртенің осы сөзі Темучинді желпіндіріп жіберді. Хасар, Белгідей, Буыршы, Зелмелер Темучиннің үйінен жүгіре шықты. Әудемдақ жүзге таяу үй апыр-топыр үйлерін жығып, көліктерін артты да, хорконок жобырдан шеттей шұбырып, өзенді жағалап терістікке қарай тартты. Көш араларында қоралы қой, үйірлі жылқы кетіп барады. Ауыл аймақты өзек еткен уақ-шуақ көш арқандай тартылып, алға жылжи берді. Көш амандығын сақтау үшін қаруланған 100 атты жігіт соңында келеді. Көш дамылдамай ілгерлей берді. Шімбенмен Шолын жол бойындағы ауыл аймақ алдымен шауып жетіп, Темучиннің мекеніне көшіп бара жатқанын хабарлады. Мұнысы Темучинге еріп көшетіндерің көшіңдер деген еді. Темучин Дәйшығұттардың өзге руларынан ары өткеннен кейін жасағын демалдырды. Жасақ ауылға келер алдында Дәйшығұттар қашып кетіп, үйлер ен қалған еді. Бір үйдің есік алдында жүрген баланы көрген Темучин, «Атың кім?» деп сұрады онан. «Көкшүй» деп жауап қайтарды бала. Темучин қайта-қайта сұрағанда да ол осы атын айтты. «Жалғызсың ба?» «Үйімді күзетіп тұрмын» деп жауап қайтарды Көкшүй. Темучин бірнеше үйдің күзетіне қалған бұл баланы көтеріп әкеліп Қасарға берді де шешесі ұлынға табыс етуді айтты. Осы ауылдан былай шыға берақ таң атты. Темучин жерге жарық түсімен көшке көз ғұжын салып еді, Жалай руынан шыққан ағайынды үшкісі көш соңынан келе жатыпты. Көш үстіртке көтерілгеннен кейін ұзақ дамылдады. Осы маңдағы шағын ауылдарда бірінен соң бірі Темучиннің қасына көшіп келе бастады. Кейбіреулері үй жабдықтарын аттарына теңдеп, енді бірнеше жылқыларын қоса айдап, тағы біреулері бала-шаға шал-шауқандарымен бірақ көшіп келді. Бұлардың дені анау бір тұста Дәйшығұт қарауын өткен кезінде Ясукейдің қол астында болғандар еді. Көш тағы далға ілгерілеп, кеш бата кішкене көлдің жағасына келіп қонды. Осы маңнан және 300-дей түтін келіп қосылды. Буыршының байқауынша, осы төңіректегі рулардың бәрінен бар көрінеді. Жалай руынан сырт Дархат, Маңғұт, Киян, Барулас, Арулат, Басут, Солтос, Қоққотын, Нудей, Олқонот, Икрес, Нойохан, Рунар, Барын руларынан да келіпті.
Темушин қысқа ғана уақыт ішінде жиналған қалың елді ертеңінде бастап Кемурго Хорохқа қарай жылжытты. Бұл күні де көш молая берді. Буыршының інісі Өлін сербі Арулат руынан, Зелменің бауырлары Сұрқын мен Сүбетейлер Ұранқай руынан бөлініп Темушинге келіп қосылды. Түстен кейін көш Кемурго Хорохқа жетіп кең сайға түнеді. Бұл жер өкшелей қуған Жамұқаның жасағымен соғысуға да, мал жаюға да қолайлы жер еді. Жамұқадан бөліне көшкендер таудың арғы бетінен, тұс-тұстағы сайсаладан Темушин көш түнеген жерге түн ортасы ауғанша келіп жатты. Жамұқадан бөлініп көшкендер арасында Барын руынан шыққан 60 жасқа таяп қалған Хоршы атты кедей шал да бар еді. 20-ға тарта үйде өзімен бірге көшіріп келген ол Темушиннің жанына келіп: «Осы күнге дейін Жамұқадан ірге айырмаған болатынмын. Ірге айырардай себеп те жоқ еді. Жамұқа өз басымда айрықша құрметтейді. Құдай тағала маған барлық Моңғолдың ханы Темушин соған барып қосыл деп әмір етті. Сол себепті келіп отырмын», деді. Шал өзінің көшіп келу себебін осылайша түсіндірді. Еңбекке жарарлықтай күйі, құрметтеп синарлықтай хикметі жоқ осы шалдың мынау сөздері Темушинге ерекше әсер етті. Демек, ол Темушинді Моңғол үстіртінің тізгінін ұстауға тиісті кісі деп есептейді. Ал өзгелер хал жайын жақсартып, тәуірірек тұрмыс кешу үшін келіп жатыр. Тек Хоршы ғана мұндай мақсатпен емес, Құдай тағаланың әмірі бойынша келіпті. Темушин ұясына қонар алдындағы күннің қып-қызыл шапағы кескініне төгілген, алдында түрегеп тұрған шалдың әжімді жүзіне тесіле қарап: «Моңғол үстіртіне қан болатын күн туса, мен сізді 10 000 адамның бастық етемін», деді. Темушин Жамұқадай жолбарыстың тегеурінен құтылып, тың жасақты жаңа қоныс орналастырған осынау шақта ұясына қонар алдындағы күннің қызыл шапағын өмір бойы ұмытпаспын. Батар күннің шапағы шашылып тұрғанда Құдай тағаланың әмірін әкелген Хоршы ақсақалдың шырайын естен шығара қоймаспын, деді ішінен. Хоршы ақсақал әлгі сөзге селт ете қоймай: «10 000 адамның басшысы болғаннан қанша жақсылық келеді дейсің маған? Ел ішіндегі ай мен күндей сұлу келіншектерді, қыздарды еркімше таңдап алғанымның өзі тәуір болар еді. 30-ы болса әбден жетеді. Шекесінен шертіп отырып 30-ын аламын», деді. Әйелдерге аңсарауған Құдай тағаланың әмірін жеткізген шалға Темушин «Мақұл» деп жауап қайтарды. Мұнан кейінгі күндері Темушин қатты қарбаластыққа ауысты. Ауыл аймақтағы түтін саны 3000-нан асқандықтан жұмысы оңай бола қоймады. Ол Буыршы мен Зелмені ауылдың басшысы етіп тағайындап, барлық шаруаны тындыру билігін осы екеуін ұстатты. Бұл екеуі жұмысты өз жүйесімен басқара бастады. Буыршы жұмысты ашық, батыл тындырып, Зелме оның ойы жетпеген жақтарын толықтап, олқылығын түзетті. Айға жақын уақыт ішінде Темушин тағы бір қыдыру ауылды өзіне қосып алды. Кінікіс руының бір топ ауылынан сырт Жажырат, Сахайт, жүрген руларына қарасты ауылдарда келіп қосылды. Темушин туыс-туғандарының ететірлерін және қабілеттілерін ауыл аймағымен қоса өз төңірегіне топтады. Іле-шала өзінің кіші әкесі Дәрита, Откішін, немерелес ағалары Хушыр Бекей, Дәйшу және Хотоло ханның баласы Алтын, Алтынның бауыры Икі Сереңдер келіп қосылды. Жамұқа жасағынан қуып келмейтіндігіне көзі әбден жеткен Темушин өз жасағын Кемурго Хорохының жағалауынан Гүрелку тауының қойнауында жатқан Сәңгүр Хорхохо маңындағы көгілдір көлдің солтүстік жағалауына көшірді. Бұл алқап қаншалық көп ауыл қонса да сыйып кететіндей тынысты, мал аяғы тимеген жер еді. Елдің бәрі осы араға қоныстанғаннан кейін ру адамдары Темушинді Моңғол ұлысының хандығына сайлады. Бұл оқиға жаңаша жыл есебі бойынша 1189 жылы Темушиннің 28 жасында болды. Осы шаққа дейін Моңғол ұлысының ханы болып келген Дәйшүғыттардың басшысы Тарғұтай қоластындағы елінің көбінен айырылып қалғандықтан хандық тақтан еріксіз түсті. Дәйшүғыт тайпасы және Темушиннің ендігі қас жауы Жамұқаның Жажырат тайпасы, басқа да бірнеше тайпа Темушиннің хан болуын құптамады. Мұндай жайт өткен дәуірлерде де болған еді. Тұңғыш хан Хабулдың дәуірінде Әмбағай, Хотолулар заманында тіпті Темушиннің өз әкесі Ясукайдың тұсында да моңғолдардың басы қосылып көрмеген болатын. Темушин хандық таққа отырғанымен өз ұлысының бөлек-бөлек топтарымен күреспей болмайтын еді.
Дегенмен Темушиннің қантағына отыру тұтқиыл көтерілу болды. Енді бір жағынан оның алдында Дайшығұттың Тарғұтайы мен Жажыраттың Жамұқасымен қиян-кескі күрес жүргізу міндеті жатты. Темушин хандық таққа отырған күні Қоршы ақсақал келіп, «Құдай тағаланың мен әкелген әмір рас болып шықты. Енді міне Моңғолдың қаны болып отырсың. Моңғол тайпаларын түгел біріктіретін, Моңғол үстіртіндегі өзге тайпаларды да өзіңе білестіретін, күллі Моңғол үстіртінің қаны болып, бәрін билейтін күнің де алыс емес сияқты. Сол кезде әлгі уәдемізді бұзып жүрмегейсің», деді. Қазірше шамасы келетін жақсылығын істей беруді ойлаған Темушин, «Құдай тағаланың әмірін әкелушім. Бұдан былай үй жұмысынан, мал бағудан, ұрыс қимылдарынан ауашаланып, ұлын шешеме көмектесіңіз. Оның қолындағы күші мен көкшүйдің есейіп ер жетуіне қолғабыс етіңіз», деді оған. Ол Қоршы ақсақалға ол жаға түскен екі баланың тәрбиешісі деген атақ беріп, басқа жұмыстан қолын босатты. Темушиннің хандық билік жүргізе бастағаннан кейінгі тұңғыш жарлығы осы еді. Темушин өз ауыл аймағында басқа хандардың ереже тәртіптеріне мүлде өзгеше ереже тәртіп орнатты. Жайшылықта мал бағатын, көшпенді ел саналатын өз тайпасы қажетті бола қалған күнде күш қуаты мығым бөлек-бөлек әскери қосын болып шыға келуі тиіс еді. Темушин қорғаушылар мен найзагерлер қосынын құрып, хабаршылар әзірлеп, әскерлердің атын бағатындарды, арбакештерді, түйешілерді, жылқышы қойшыларды айырым-айырым орналастырды. Өзіне әуел бастан-ақ серік болып келген буыршы зелмелерді орданың жетекшілік жұмыстарына қойып, буыршы мен зелменің бауырларын да маңызды қызметке тағайындады. Темушиннің бұл күндегі ордасы әкесі Ясукайдың ордасынан да үлкен еді. Дайшығұттар мен татарларды бағындыратын күш-қуат Темушинге біртіндеп бітті. Қасар, Белгүдей, Хашын, Темугей сияқты бауырлары басын үй тігіп, бауырына қазан асып, алды-алдына бір ауыл болып үлгірді. Қарындасы Темүлинді некеленіп, отау көтерді. Темушиннің бұл бауырлары түгел маңызды биліктер ұстады. Жас 50-ге жуықтақ болған шешесі ұлында өз міндетінен алған күші мен көкші екеуін ер жеткізу үшін тер төгіп жатты. Қоршы ақсақал ұлынға қолғабыс етуге ұйғарылғанымен, ұлын оның міндетіне де азнаулақ өзгеріс жасап, «Жатыр рудың баласын жақтырып қалған сияқтымын. Өзге рулар тастап кеткен балалардың зеректерін қашанда бауырыңа басып ала бергейсің», деген болатын. Қоршы ұлын ханымның күші мен көкшүйді тәрбиелеу жөніндегі ұсыныстарын наумез қабылдағанымен, ол тапсырған міндеттерді құлшын орындап отырды. Еркек біткен сапар шегіп қаңырап бос қалған үйлерді күзеткен шақтары, ол зеңгір көкте қалқыған түйдек-түйдек бұлттарға көз тігіп, балаларды жұртта қалдыратын тайпалар ара соғыстар туылуын тықырши күтетін еді. Темушин, Бөрте және үлкен ұлы Жошы, Темушин хан болғаннан кейін туылған екінші ұлы Шағатай төртеуі бірнеше жалшы жұмсады. Әкесі Ясукейдің өзін бөле қарамағаны сияқты Темушин Жошы мен Шағатайды бөле қарамады. Бұл жағында өзін қатаң ұстады. Дегенмен кейде Жошыға суғырай білдіргендігін, Жошы мен Шағатайға парықты мәміле жасап жүретінін өзі аңғарады. Мұндай жайттер Бөртенің көзінен қағыс қалмайды. Баласын жақтап, оған бірдеңе деген кезінде күйеуіне айтпақ сөзін айтып тастайды. «Жошым-ау, ер жетіп жігіт болғанда ең ауыр соғыс міндеттерін орындап, өзгенің өресі жетпейтін істер істегейсің. Атаң Ясукайдың да, әкең Темушиннің де қолынан келмейтін жұмыстар тындыруың керек. Осындай істеу үшін туып отырсың ғой. Моңғолдардың жаратушысы сені моңғолдардың қамы үшін жаратқан», дегенінде екі бет албырап, әдемі қос жанарынан ұшқын шашырайтын. Бөртенің бұл сөзі меркіт жерінде тұрған кездерінде Темушиннің әкелік салауатпен «Мен көкжалмын, сен де көкжал болғайсың» деген лебізімен тамырлас жатқан еді. Темушин Бөртенің өзін кінәлаулы жанарын байқағанында орнынан тұрып кетеді де «Мен көкжалмын, сен де көкжал бол» деген сөзді күбірлей қайталай береді. Жошы және өз жөндегі мәселені оңай шеше алмайтындығын іштей түсінеді. Қайткенде де көкжал болуы мүмкін. Дайшығұттардың тұқымын тұздай құртқан, соған қатысты істер тындырған, онан соңда мол жұмыстарды істеген кісі ғана көкжал бола алмақ. Шағатай туудан бұрын Темушин, Бөрте, Жошы үшеуі бірге жататын. Шағатай туғаннан кейін Бөрте мен Шағатай бір төсекте, Темушин мен Жошы бір төсекте жататын болған. Темушин мен Жошы біріне-бірі үнсіз қарасып қана жатады. Темушиннің бала кезіндегі сияқты Жошы да көп сөйлемейтін еді.
Темүшин хандықтаққа отырарында Белгүдүйді Керей ханы Тоғырлыққа жіберіп, өзінің моңғолдардың ханы болғандығын хабарлады. Тоғырлық хан: Темүшин біздің досымыз және батырымыз. Оның моңғол ұлысының ханы болуы аса қуаныштыс. Моңғолдарда қабілетті хан болмайынша мүмкін емес. Бұдан былай Керей тайпасымен қатынас түзбесін, береке бірлікті бұзбасын, тоқтаммен одақ бөлінсе, әке бала байланыс үзіліп, біреуіміз жазым болуымыз мүмкін, деді. Және осы сөздерді Темүшинге айта бару тапсырды. Темүшин Жамұқаға елші жіберді. Елшілік міндетін қасар орындады. Жамұқа өз қоласынан кеткен алтын мен Құшырдың атын атап түсін түстеп: Алтын Құшыр, Темүшин екеуміздің қыл өтпес байланысымызды қалай білдірдіңдер сендер? Шымсымалық етіп Темүшинді маған қарсы қойдыңдар ғой. Қанды шелектер, алайда қылмыстарыңды тектеп отырар мен жоқ. Темүшин досымның көңілін орнықтырсаңдар болғаны да. Онымен дос болып өтулеріңді бір Құдайға тапсырамын, деді. Мұнысы шым-шытырық ойда отырған кісінің сөз еді. Темүшиннің моңғол ханы болғанына әудемде 3 жыл өтіп үлгерді. Бұл 3 жылда ол өз ауыл аймағын емін-еркін билей алатындай болып орнығып алды. Мал жұмыстарынан қолы босай қалған әредікте малшы еркектердің бәрін жинап соғыстық жаттық өткізіп отырды. Осы 3 жылда моңғол үстірттің жер-жерінде азды-көпті өзгерістер болып жатты. Үстірттегі тайпалар, ауыл аймақтар Тоғырлық ханға, Жамұқаға, Темүшин мен татарларға қосыла бастады. Күз басының бір күні еді. Жамұқа 13 ұру тайпадан ұйымдасқан 30 мың әскермен Алакмут тауынан және Тұрақмут тауынан бері асып, Темүшиннің ауыл аймағына шабуыл жасағалы келе жатыр деген хабар дүңк ете қалды. Бұл хабарда Икрис тайпасындағы Мөлке Тодық Борылдай деген 2 жігіт әкелді. Темүшин өзіне қарасты әскерлеріне соғысқа аттану әмірін берді де, сол түні 10 мыңдай әскерін соңынан ертіп, Балжытқа қарай беттеді. Әскеріне жол бойы әскер қосылып, 2-ші түні қан майдан болатын Ендалаға жеткенде, әскерінің саны 30 мыңға тартты. Әскерлер айлы түнде лек-легімен шуап жатты. Сөйтіп, 30 мың әскері бар Жамұқаға, бұл жақтан да 30 мың әскер сақадай сайланды. Ұрыс келесі күннің таңертеңінде басталды. Алғашында Темүшин жеңіліп қалуы мүмкін, ұрысты қарсы жақ қозғап отырғандықтан, өз қосыным соққы жеу ғажап емес деп ойлады. Темүшин шабуылға шебер болғанымен қорғануға дәрменсіздеу еді. Бұл жайт осыдан кейінгі шайқастарда байқалып жүрді. Буыршы, Зелме, Хасар, Белгүдей сияқты әскери басшылар шабуылға шыққанда теңдессіз құдірет танытып, жауға торуылдай соққы бергенінде әскер күшінің 100-ден 1 ғана шығын болатын еді. Тұңғыш рет болып отырған мына ұрыс Темүшинге жамандық нышанындай білінді. Шайқас басталардан бұрын-ақ әскерлердің өңі қашып, зәресі ұшқан секілденеді. Алға тартқанда Асқартау, Асау өзендей тапай өтетін 30 мың құдіретті қол шабуылдаушы жаумен қарсыласуға келгенде бірінің қолын бірі шынжырлап тастаған, тіпті Темүшиннің өзі де шырмауда жатқан сияқтанады. Ұрыс Темүшин әлі күшейе қоймаған жағдайда басталды. Жамұқаның әскерлері көп өтпей-ақ Темүшиннің базасының күлін көк күшірді. Темүшин әскерлеріне шегіну жөнінде әмір етті. Шегіну хабарын жеткізуге аттанғандар Ендаланың тұс-тұсына қарай шапқылады. Темүшин өзі қолбасшылық еткен 10 мың әскерді оның өзінің жағалауындағы Хапшыл жалға сияқты жерлерден алып өтті. Жеңіліп шегінген кезде әскерлер тез қимылдады, бірақ осы жолғы жеңіліс Темүшинге де, Буыршы, Зелме, Хасар, Белгүдейлерге де пәлендей үлкен әсер қалдыра қоймады. Жамұқа Шыныс деген ауылға барғанында сол ауылдағы адамдардың бәрін 70 қазан қастырғанын, бастықтардың басын кесіп, ат құйрығына байлағанын шегініп бара жатқан Темүшин жолшыбай өз көзімен көрді. Темүшин бұл жол ұрыста бірнеше жүз әскерінен айырылды. Дегенмен, мынадай үлкен ұрыс жөнінен алғанда бұл пәлендей ұлғаусар шығын емес еді. Ұрыста жеңілгеніне 3 күн болмай жатып-ақ ол Жамұқадан бөлініп келіп өзіне қосылғандарды қарсыла бастады. Темүшинге тұтасымен келіп қосылған бір қыдыру тайпаның адамдары қатыгез Жамұқаға нәлет жаудырды. Жамұқа жақтан келгендер арасында 7 баласын ерткен Меңгілік те бар еді. Ол Ясукей қайтыс болғанда Темүшинді Қоңырат тайпасынан алып қайтып, шешесі ұлынға табыс еткеннен кейін Дәйшығыт жаққа кеткен болатын. Бұл күндері көшіп келіп қосылып жатқандардың бәрі кезінде үйін жұртқа тастап кеткендер болғанымен, Меңгіліктің жағдайы өзгешелеу еді. Жақын дос болып жүретін кісінің жалт беру кімге де болсын ауыр тиетіні түсінікті ғой. Меңгілік екеуі біріне бірі тесіле қарасқандарында Темүшин оның да өз сияқты ұстамдылық етіп отырғанын аңғарды. Меңгілік Темүшин кекеп мұқар деп ойлап еді,
Бірақ ол меңгіліктің опасыздығын сөгер сөз айтпай, аман-есен жүргеніне қуаныш білдіріп, ертіп келген 7 баласын құшақ жая қарсы алды. Темучин бұл қамқорлықты меңгіліктің өз басы үшін ғана істеген жоқ. Бір жүгін руындағылар ұлының үйін жұртқа тастап көшкенде, бейшара шешесімен өздерін қорғаймын деп жүріп, Тайшоғыттардың қанды найзасына ілінген меңгіліктің әкесі Сарқы Ақсақал есіне түскенде, ол оның семьясындағылардың қормалы болуға бекіді. Сарқы Ақсақалдың жақсылығын өтеу үшін меңгілікке және оның балаларына қамқорлық жасау іштей серт етті. Темучин Қасар мен Белгүдейді шақырып алып, Сарқы Ақсақалдың баласы мен немерелеріне қамқорлық етіңдер, деп тапсырды. Темушиннің жеңілдім деп ойламағаны сияқты, Жамұқа да жеңдім деп ойлаған жоқ. Темушинді жеңгеннен кейін әскерлерін шегіндіріп әкетті де қайта жорық жасамады. Моңғол үстірті Тоғырыл ханға, Жамұқаға, Темушинге, бұлардан қалса татар тайпасына қарап, осы төртеуінің билігінде болды. Бұлғаусар оқиға туылмай, күш салыстырмасы бұзылатындай ыңғай байқалмады. Темушин Жамұқамен соғысқаннан кейінгі 3 жылда күш қуатын өз ауыл аймағының берекесі арқылы молықтыра түсті. Моңғол тайпасына қарасты рулардың бір қыдыру адамы осы араға жиналғандықтан дау-жанжалда шығып жатты. Әсіресе бөл ағасы ағайынды Сешебекім мен Дәйшінің бар шаруаға бөгет жасай беруі Темушинді қатты қынжылтты. Ол екеуі жүрген атты ұры құрап, өз алдына шаңырақ көтеріп, ауыл аймақ ұйымдастырды. Темушинді қан деп танығанымен, сәті түссе оны өз руларына қосып алуды қиял етті. Темушинге қарсылар Сешебекілер ғана емес еді. Бөл ағасы Құшыр, нағаш ағасы Дәртей Отшыкын және Хотоло ханның ұлы Алтын сияқтыларда мөртігел сөз биліктерін орнату ойында жүрді. Темушин ауыл аймағындағы өз туыстарынан қатты уайымдай бастады. Өзін қан тағына осылар отырғызған болатын, бірақ ырықтарына көне берсе, күндердің бірінде өзінің көзін жоюы да мүмкін еді. Тек қазірше ондай орай туыла қоймаған. Енді сондай орай туылғанша өзінің ауыл аймағын дау-жанжалдан аулақ берекелі ұстауы қажет. Басқа тайпалармен болатын шайқасты әр түтін орны өгей сітілмейтін күш есептеледі. Жамұқамен күндердің біріне тағы соғысу мүмкін. Тоғырыл ханмен арадағы тоқтамның да әлде бір күні бұзылуы қажет емес қой. Жамұқамен ұрыс болып өткеніне 3 жыл толған шақта Темушин 35 жасқа шығып, көктем мерекесін тойлады. Талай жылдар бойы ашты тұштыны Темушинмен бірге татқан жігіттерде толысқан. Інілері Қасар мен Белгүдей 33 жасқа шықты. Хашым мен Темугей де 30 жас шамасындағы алпамсадай азамат болды. Темушиннің оң қолы болып жұмыс атқарып келген, оның өзімен құрдас Бұғыш 35-ке, сол қолы есептелетін Зелме 38-ге келді. Жаңа жыл мерекесі күні есік алдында қатар отырған адал достарын көргенде, Темушин ауыл аймағының молығып, күш үстіне күш қосылғанын тұңғыш байқады. Осылардың қай-қайсысы да қаршадайынан Темушиннің ойында елес беріп жүретін Моңғол ұлысының таңғажайып тұлғалары болатын. Бұларды көкжалдың қаны сіңгендер деуден гөрі көкжалдың өзі деу дәлірек болар еді. Бұғыш мен Зелмелерде, Қасар мен Белгүдейде, Хашым мен Темугейде аласа бойлы, Шымбен мен Қылай шулында жетінен көкжалдар ғой. Темушин ендігі сәтте әйелдер қауымына көз тастады. 55 жастан асқан ұлын шешей, 15 жастағы меркіт баласы Күшүй мен Дәйші отауында туылып, Темушиннің үйінде өскен 15 жастағы Көкшүйді екі жағын отырғызып алыпты. Темушин шешесінің бүгінгідей қуанғанын көрмеген еді. Жетім балалардың күндіз көзі, түнде құлағы болған кім бар екен менен басқа, дейтін ол ылғи. Ұлын осы сөзін кім кезіксе соған айтатын. Нақты жағдайы да ұлының айтқандай болып шықты. Ұлын шешей қандастық байланыс жоқ, өзге ұлттың баласын шын ықыласымен ақ мәпелеп өсірді. Ұлының жанына Темушиннің келіншегі Бөрте жайғасыпты. 10 жасқа толған жылының көктемін қарсы алып отырған жошы Бөртеге ерік келгенде емес, Бөртенің қорғауында отырған бала секілденеді. Осы ауылдың қонақ ретінде дүниеге келген бұл баланы Бөрте 10 жыл бойы бағып бақты. Кейде оған Темушин тілемейтін ыстық ықыласпен мәміле жасады, мәпелей тәрбиеледі. Бөрте жошыдан соң да Шағатай, Үгедей, Төл атты 3 балалы болған еді. Бірақ осы үшеуінде сүт анаға бақтырып, өзі жошыға ғана үйірілген болатын. Әкесі де өзі де көкжал болса екен деп армандаған. Бұл баланың көкжал бола алмасына көз жетпегенімен, оның басқа балалардан өзгешелеу екендігі анық болатын. Өзі мылқау кіші көп сөйлемейді, жоғарыдағылай істің мәніне де бойлай қоймайды. Әйтсе де соққан желдің көңілімен үй сыртында жүрген адамдардың аяқ тықырын оңай аңғарып, тез парықтай біледі.
Алдында қатар-қатар тұрған жігіттер Темучинге көкжалдар сияқтана көрінгенінде ұлымен бөрте бой түзеген маралда елестеді. Ұлымен бөрте ғана емес, осы екеуінің арт жағында отырған әйелдердің барлығы көкжалдарды сүйеніш еткен маралдардай білінді. Қоршы ақсақал: «Биыл соғыс болуы мүмкін», деді. «Маған да осы ой келіп отыр», деген сөзді бейшара жеті баласын ертіп жүрген Меңгілік айтты. Жасы 60-тан асқан Қоршы ақсақал мен 50-ден асқан Меңгілік ақсақал той-томалақты ылғи төрден орын алатын. Олар соғыс болады дегенде Темучин мен Тоғылхан Жамұқ арасында туылатын соғысты меңзеседі. Соғысқа сылтаудың қажеті болмайды. Әлдебір жақ соғысы бекіміне келсе, екінші жақ оның қас жауы болып шыға келеді. Жамұқамен арада соғыс болмай қоймас деген ой осы дастархандағы әңгіменің негізгі желісі еді. Екі ақсақалдың айтқандай Темучин осы отырған көкжалдар биыл қас жауына қарсы аттанар деп ойлады. Ол өткенде де осындай меже жасағанымен кіммен соғысарын нақ білмейтін. Жамұқа соғысқа шықпайтындай, Тоғылханның да соғысқа зауқы жоқтай көрініп еді. Ол ойындағы сұрауларына өзі жауап таба алмай, не істеп, не қоятынын, алда қандай істер болатынын болжай алмады.